Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге фунчоза салатының рецебін ұсынатын боламын. Өзім қатты ұнатамын осы салатты және оңай дайындалады. Алдымен фунчозаның лапшасына ыстық су құйып 7 минуттай бетін жауып қойып қоямыз. Лапша пісіп шығу керек. Келесі бізде сәбізімізді осылай үккіштен корей салат есебінде ұзын-ұзын қылып өткізіп аламыз. Сосын қиярды осындай сопақша соломка ретінде турап алдым. Және қызыл тәтті бұрышымызды да дәл осылай турап дайындап алдық. 2 дана сарымсақты да дәл осылай үккіштен өткізіп алдым. Қаласаңыздар майдалап турасаңыздар болады. Қайнатылған етті осылай ұзынша етіп турап қостым. Майға қуырып та қосуға болады. Лапша дайын, осылай душылаққа салқын суға салып аламыз. Лапшамыз езіліп кетпеу үшін. Фунчозаның лапшасы тым ұзын болмау үшін және жеуге ыңғайлы етіп осылай қайшымен немесе пышақпен кесіп алыңыздар. Және жарты шай қасық уксус 9%, сосын кинза дәміне қарай. Сосын жаңағы дайын лапшамызды біздің көкөністерімізге араластырамыз. Аздап дәміне қарай тұз қосыңыздар. 2-3 қасық соевый соус құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Өте оңай дайындалады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, дәмі де керемет, әрі тойымды. Сіздерге де кеңес беремін жасап көруге. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Айнагүл.